Сәлем достар, бұл Думан Ерханат. I would have been blacked out on your ass. God. Hi everyone, қалайсыздар? Мен Думан Ерханат, кәсіби трейдер және инвестор. Біз видеомызда бастамас бұрын менің Instagram парақшама тіркеліп кетіңіздер. Себебі ол жерде трейдинг инвестицияға байланысты лайфхактармен, жаңалықтармен сіздерге үнемі бөлісіп отырамын. Бүгінгі біздің видео ең жиі қойылатын сұрақтардың бірі акция инвестиция және де осы брокерлік сала халал табыс алып кетіп жатыр ма деген сұраққа жауап береміз. Осы видеода біз осы сұраққа нақты жауап емес, өз ойымызды, өз пікірімізді білдіретін боламыз. Себебі осындай тақырып маманның профессионалды ойын талап етеді. Алдымен біз харам және халал бизнес не екенін түсінейік. Жалпы бизнесте тауардың немесе қызметтің халал және харам екенін білу үшін мен өзім екі сұраққа жауап беремін. Біріншісі, не, яғни қандай тауар немесе қызмет? Екіншісі, қалай, яғни бұл тауардың немесе қызметтің қалай өндірістен шығуын анықтауымыз керек. Көптеген адамдар біле бермейді, алайда кейбір заттар халал болып көрінгенімен харамға жатуы мүмкін. Ең оңай мысал ет. Қойдың немесе жылқының еті негізінде халал болып есептеледі. Бірақ осы ет дұрыс жолмен табылды ма? Барлық ережелер ескертілді ме? Осы факторларда әсер етеді. Ал енді акцияға келетін болсақ, негізінде исламда қолыңда тұрмаған тауарды сатуға тыйым салынады. Яғни сіз алдын ала жолда келе жатқан затты сата алмайсыз. Тек сол тауар келгенде ғана қолданушыға сатсаңыз болады. Бірақ бұл ережелер жүздеген жылдар бұрын жазылғанын ескеруіміз қажет. Заман өзгерді, адамдар өзгерді. Мысалы, қазіргі таңда кейбір тауарлар тек төлемі қойылғаннан кейін ғана өндіріске шығады. Немесе басқа мемлекеттен алып келетіндей. Мысал ретінде алатын болсақ, біз Америкадан, Кореядан немесе Дубайдан машина сатқымыз келеді. Немесе сатып алу. Бірақ сіздің қолыңызда алу үшін сізге тұтынушының ақшасы қажет. Әрине, сіз айтуыңыз мүмкін, сіз өз ақшасымен сатып алып, сосын сатпай ма? Сіздің ойыңыз дұрыс, алайда онда бұл бизнес жай дамиды. Ақырын. Кез келген адам бұл бизнеспен айналыса алмайтын болып қалады. Немесе ақшасы бір автокөлікке жетсе, онда бұл 2 айдан кейін ғана жаңа табыс алып келеді. Менің айтқым келгені, кез келген ереже өзінің уақытында шыққан. Сол заманның қиындықтарына мен ерекшеліктеріне ескертіліп. Сол себепті заманауи ерекшеліктерін ескере келе біз сол бизнестің халал немесе харам екендігін айта аламыз. Ал енді толығырақ акцияларға тоқтала келетін болсақ. Менің өзімнің акцияларын сатып алмайтын компаниялардың тізімі бар, яғни blacklist деп атасақ болады. Мен алкогольдік, никотиндік және де басқадай адамның ағзасына зиян келтіретін өнім шығаратын компаниялармен жұмыс жасамаймын. Олардың акциялары басқа компанияларға қарағанда тұрақты өседі. Кейбір адамдар мен ол өнімді шығарып жатқан жоқпын, тек акциясын сатып алудамын ғой деп ақталады. Әрине, оларға мен сын айта алмаймын. Сынайтында қақым жоқ. Алайда мен алдыңғы роликтерде айтқанымдай, компаниялар акцияны компанияның жағдайымен өнімді көбірек шығару мақсатымен сатады. Яғни сіз жанамалы түрде сол өнімнің мол шығуына қандай бір жағдаймен көмектесіп жатсыздар. Осы сұрақтардың арасында ерекше көп қайталанатын сұрақтардың бірі букмекерлер. Өзім букмекерлік ставкадан жасамаймын. Букмекерлік жалпы компаниялардың акцияларын ешқандай сатып алмаймын да, сатпаймын да. Дегенмен букмекерлік компаниялардың акциялары әрқашан бір қалыпта өседі. Ал тіпті футбол чемпионаттары болып жатқан кезде 100%-тан аса өсім береді. Мен сіздерді қандай бір компаниялардың акцияларын сатып алуға мәжбүрлемеймін. Бірақ сіз мен сияқты харам компаниялардың акцияларын сатып алудан қорықсаңыз, менің сізге кішігірім гайдым бар. Біріншіден, компанияның өзімен және де өнімдерімен толықтай танысыңыз. Екіншіден, оңай ақша іздемеңіз. Үшіншіден, соңғы жаңалықтарын, идеясын, мақсатымен танысыңыз. Қоғамдық проектілері бар ма және тағы да басқа.
Осы кішігірім кеңесім сізге көмектеседі деп үміттенемін. Мысалы, біздің DK Trading Академиясының 6000-7000-нан жоғары студенттері біз қандай компаниялармен жұмыс жасаймыз? Біз трейдинг инвестицияны орташа және жоғарылы компаниялар және де жаңағы мен айтқан тізім блэклисттағы кірмейтін көбінесе ірі технологиялық және басқа салаларда компаниялармен біз жұмыс жасаймыз. Мысалы, барлығымыздың білетін Apple компаниясы, Tesla, Apple, Amazon сияқты Қытайдың Alibaba сияқты ірі компаниялармен жұмыс жасаймыз. Бұл компанияларды сіз күнделікті қолданып жатырсыз және бұл компаниялардың өсімінен біз ақша табамыз. Яғни бұның харам ба, халал ма деген сіз де өзіңіз қорытындылап ойыңызды жазып кетсеңіз болады. Қосымша бір айтатын зат, мысалы кез келген Tesla компаниясы егер акциясын шығарып, сіздің инвестициясы арқылы өсіп жататын болса, ол компания үлкейеді. Егер ол компания үлкейетін болса, адамдарды жұмысқа алады. Яғни жұмысшылардың отбасына ол айлық төлеп жатыр, ол отбасына көмегін тигізіп жатыр. Компания үлкейген сайын сол елге салық төлейді. Көбірек салық төлейді яғни. Яғни сіздің ақшаңыз, салып жатқан ақшаңыз, инвестицияңыз да өсіп жатыр, компания өзі де пайдасын көріп жатыр, үкіметке де пайдасын тигізіп жатыр. Яғни бұны win-win деп атаймыз, барлығымызға пайдалы болып жатыр дегенді біз міндетті түрде ұмытпауымыз керек. Ал енді қорытындылай кететін болсақ, акция немесе бизнестің жақсы жаманын субъективті тұрғыдан көрсеттік. Яғни тек өз ойымды білдірдім. Осы тақырып сізге қызықты болса, комментарияға жазып кетіңіз өз ойыңызды. Мүмкін сізге осы тақырыппен подкаст қызық болатын шығар. Келесі видеоларда мен басқа да инвестиция түрлерін және де олардың рискілерін түсіндіретін боламын. Сол үшін каналға жазылып кетуді ұмытпаңыздар, командамызды қолдай отырыңыздар. Сіздермен болған Думан Ерханат. Келесі видеода кездескенше. Peace.